Сәлем балақай. Балалар, бүгін біз көкөністер мен жемістермен танысатын боламыз. Бүгін біз балалар бақшаға серуендеуге шығамыз. Балалар, бақшаға барған жеміс-жидектерді терген сендерге ұнай ма? Ендеше кеттік. Экранға қараймыз. Қандай жеміс-жидектерді көріп тұрмыз, атаймыз. Жарайсыңдар балалар. Бүгін біз сендердің білімдеріңді және ары қарап толықтыруымыз керек. Яғни өткен сабақты қайталаймыз. Өткен сабақта дыбыс, сөз, буынмен танысқанбыз және бір мәрте қайталап шығайық. Дыбыс дегеніміз не? Жарайсыңдар балалар. Менің айтып жатқан дыбыстарымның барлығын сендер құлақпен естіп отырсыңдар. Солай ма? Енді дыбыстарды біз көзбен көрмейміз. Тек құлақпен естиміз және оны дауыстап айтамыз. Яғни біз дыбыстарды дауыстап айтсақ, одан сөздер шығады. Енді сөз дегеніміз сөз дыбыстардан тұрады. Дыбысты айтамыз, құлақпен естиміз. Буын. Ал буын дегеніміз не еді? Өткен сабақты есімізге түсті. Буынға бөлгенде дауысты дыбыстар бізге көмектеседі. Солай емес па? Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Сөз дегеніміз не? Яғни естіген дыбысымызды енді біз жазуымыз керек. Солай емес па? Оны жазу үшін бізге әріптер көмектеседі. Яғни дыбысты таңбалау үшін бізге әріптер қажет. Егер дыбысты әріптермен таңбалайтын болса, онда сөз шығады. Және сол сөзді жазамыз. Сол сөздерге ауызша дыбыстық талдау жасаймыз. Ендеше іске сәт. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз жемістер мен көкөністер. Балалар, экраннан не көріп тұрмыз? Бірінші суретке назар саламыз. Дұрыс айтасыңдар. Алма. Яғни бір алманы көріп тұрмыз. Бірінші суретте алма сөзіне дыбыстық талдау жасаймыз. Алма сөзінде неше әріп, неше дыбыс, неше буын бар? Бәріміз бірге алма деген сөзді 3 рет қайталап айтайық. Алма. Алма. Енді осы естіген дыбысымызды таңбалап шығайық. Алма. Алма. Яғни 4 әріп бар екен. 4 әріптің орны. Енді қанша дыбыс естиміз? Алма. А-ыл-ма. 4 дыбыс естіліп тұр. Қайталаймыз. А-ыл-ма. 4 дыбыс. Осы алма сөзін буынға, яғни біздің алма сөзінде 2 дауысты дыбыс бар. Соған қарап біз 2 буын болатынын білеміз. Ендеше бәріміз буынға бөлейік. Алма. Алма. 2 буын бар. Келесі жұмыстарды бірге жасаймыз. Бұл жерде 1 алма көріп тұрмыз. Ендігі суретте 3 алма көріп тұрмыз. Енді бұны алмалар деп айтаймыз. Енді алмалар сөзінде қанша әріп бар екенін бірге санайық. Алмалар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 әріп бар. Және 7 дыбыс бар. Енді алма сөзін буынға бөлеміз. Қанша қызыл дыбысты көріп тұрмыз? 3, яғни 3 буынға бөлеміз. Бірінші буын. Алмалар. Қайтадан. Алмалар. 3 буынға бөлеміз. Жарайсың. Келесі суретке назар саламыз.
және мұғаліммен бірге жұмыс жасаймыз. Жарайсыңдар, сендер тапсырмаларды өте керемет орындап жатырсыңдар. Енді келесі тапсырмадан да мүдірмей орындайды деп сенемін. Әр суретті көреміз, яғни суретті көру арқылы оның қандай сөз екенін білеміз. Сол сөзде қанша әріп, қанша дыбыс, қанша буын бар екенін табамыз. Жарайсыңдар балалар, бүгін сабаққа жақсы қатыстыңдар. Алдағы уақытта дәл осындай қарқынмен сабақты жалғастырамыз. Тыңда бөліміне өтеміз. Бұл бөлімде біз жаңылпаштарды тез әрі жылдам айтып үйренеміз. Бірге жаттай. Ендеше кеттік. Бақта көп қой алма, көп қой әлі алма. Бақта көп қой алма, көп қой әлі алма.